Жігіттің айтқан сұхбатын тыңдаңыздар. Маңызды, өте жақсы ақпарат айтып отыр. Профессор доктор медицинских наук Владимир Абдуллаевич Дадали деген кісімен сұхбаттасқан кезінде мен ол кісіге сұрақ қойғанмын. Адам аурудан қалайша оңай құтыла алады деп. Сол кезде ол бір ақ нәрсені айтты маған. Тек қана ағзаны 100% тазалау арқылы деді. Сонда қалай деп сұрадым. Егер де сенің мынау бүкіл ішкі тың, яғни ішек асқазан жолдарың, қаның, бауырың 100% таза тұратын болса, сен ешқашан ауырмайсың деді. Егер де сен ауру болсаң қазір деді, демек бірінші орында сен асқазан ішек жолдарын тазалайсың, оған қосып бауырды, қанды тазалайсың деді. Вот сол кезде ғана сен бүкіл аурудан құтыла аласың деді. Осы сұхбаттағыдай профессор Дадалидің айтып отқан ас қорыту жүйесімен бауырды және қанды тазартатын бізде арнайы методикамыз бар. Өзіміздің авторлық жобамен дайындалған. Ол методика бойынша 7000-нан аса пациенттер өтіп, бірде-біреуіне ешқандай зиян тимеген. Керісінше, олардың барлығына тек қана пайда тиген. Оны біз клиникалық және лабораториялық тексерулерден өткізіп, 1 жастан бастап 86 жасқа дейінгі аралықтағы пациенттерге біреуіне де кері әсер бермеген. Сол себептен бізге келіңіздер, 3 күндік, 5 күндік немесе 7 күндік тазарту профилактикалық курсын алып, көзіңіздеріңізден өткізіп, соны сезініңіздер.